Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Береке, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай әп-әдемі болып шығатын, қамыры жұп-жұқа болып шығатын ханымның рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне суымызды құйып, араластырып жібереміз. Және де тұзымызды салып, тағы да араластырып, ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Ұнды алдымен еліктен өткізіп алыңыздар. Жақсылап қамырды илеп, оны целлофанға салып, тындырып қоямыз. Қамырымыз тынғанға дейін біз начинкамызды дайындап аламыз. Мұнда мен асқабақ және де картопты теркодан өткіздім, және де пияз қостым. Тұз бұрышын салып араластырдым. Енді тынып тұрған қамырымызды осылай аламыз. Менде 4 бөлік шықты. Яғни 4 лист ханымны жасайтын боламыз. Енді шетінен алып, дәл осындай жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Жұп-жұқа болғаны маған қатты ұнайды, себебі өте керемет көрінеді, және де дәмі де қалың болғаннан жақсы. Енді жақсылап майлап алдық. Үстіне начинкамызды саламыз, барлық жеріне біркелкі етіп. Сосын осындай қалыңдықта орап шығатын боламыз. Мінекей, енді листімізге саламыз. Мұнда мен екінші зуаландан сіздерге гүлхан жасауды көрсететін боламын. Бұны да тоже осылай жұп-жұқа етіп жайып алып, бетін майлап аламыз. Және де осындай бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Әр бөлікке начинкамызды ұзынша етіп салып шығамыз. Ал енді шетінен мен сіздерге көрсетейін. Осылай арасын тастап әр жерінен жабыстырып шығамыз. Яғни бізде розочка шығу үшін осылай әр жерінен жабыстырып, енді осыны дөңгелетіп шығарамыз. Сонда бізде гүл тәріздес форма шығады. Яғни гүл ханым деп аталады. Мінекей біздің ханымымыз пісіп шықты. Жартылай бөлігі осындай гүл ханым, жартысы осындай болып шықты. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Егер де әлі каналыма жазылмаған болсаңыздар, каналыма жазылып кетіңіздер. Әлі де алда талай рецепттермен бөлісетін боламын. Қош сау болыңыздар.